Мына ақсақалдың аты Торғынбек деген кісі. Бұл кісі Монғолияның Баян-өлгей аймағында тұрады. Қолында мұнда қыран құс отыр. Көзі саяткер, осындай құсбегілік өнермен айналысқан бүркітші. Мына кеудесінде Монғолияның мәдениет озат қызметкері деген төсбелгі бар. Мәдениет саласында жұмыс істеген осындай жақсы ағамыз. Бұл кісіні қырғыз екенін білмеген екенбіз. Бұл кісі қырғызбын дейді. Солай тарих айтып. Сол жайлы сіз өзіңіз кішкене білгеніңізді айтыңыз. Жарайды екен, енді тарих шындық қой. Енді мына Құрман деген атамыз болыпты. Құрманның сол Ақмаңдайлым деген қызын Тоқмамбет деген бір қырғыз атамыз алды. Осыдан тарайды екен. Жәнегі Бүкіш, Талас, Манас енді осындай ата-бабаларымыз болыпты. Енді үлкендерін естігенде. Сонда арғы тегіміз сонда қырғыз болып отыр. Тарихта да сондай болып отыр. Ал енді мына Айбек деген баламыз, бауырымыз Монғолияда отыратын елшін екен. Осы баламен бір танысқымыз келеді. Қырғыз еліне барғымыз келеді. Ана Ыстықкөл, Тянь-Шаньды көргіміз келеді. Сол жақта ағайын туыс, сол жақтың құсбегілерімен танысып араласуымыз керек болып тұр енді. Бір екі ауыз ғана ән айтып берейін. Қырғызша білесіз бе? Қырғызша білемін. Айылдың арғы жағында, ауыл сапқоз бағында, жылқымды айдап баққанда, неге сен шықпадың алдымнан? Бір екі ауыз ән мұтық қапты барған енді осындай.